Ассалаумағалейкум қазақтарым. Соңғы кезде жердің сілкінісі жиілеп кетті. Мен бұл туралы бірнеше жыл бұрын тағы да айтқан едім, лекция жазып. Бұл деген Аллахтың ескертуі болып табылады. Өйткені қазір күннен күнге көбейіп барады. ЛГБТ, наркоман дегендер, проституткалар, тағы да тәңіршіл дегендер шықты оңбағандар, құдайсыздар, атеистер бар. Аллах тағала бір күні аяқтарыңды аспаннан бірақ келтіруі мүмкін. Неге аман жүрміз дейсіңдер ғой? Сендер мына Аллахтан құлдар мұсылмандардың арқасында аман жүрсіңдер. Өйткені Аллах тағала сендерді өлтірсе, жалғыз мұсылмандарды өліп кетуі мүмкін. Сондықтан қазір әзірше тек ескерту ғана. Сондықтан ойланатындарың ойланыңдар, тоқтаңдар. Мына тәңіршілдер, атеистер, мына жер қатты сілкінген кезде Аллахтан көмек сұрады деген сұрыс бар. Өздерінің тәңірлерін ұмытып кетіп. Сондықтан да күнә жасағанды қою керек.